Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар. Өндіріс және тұтыну қалдықтарын басқару курсын жалғастырамыз. 15-ші дәрістің тақырыбы қалдықтарды басқаруда инновациялық технологиялар және цифрландыру. Қарастырылатын сұрақтар: қалдықтар саласындағы цифрлық технологиялар ұғымы, цифрландыру жаһандық үрдістері мен бағыттары, қалдықтарды сұрыптаудағы роботтандыру және жасанды интеллект, қалдықтарды жинау мен тасымалдаудың ақылды жүйелері. Қалдықтар саласындағы цифрлық технологиялар ұғымы. Дамудың заманауи кезеңі бұл білімді қалдықтарды басқаруды қоса алғанда барлық салаларға қарқынды түрде еніп жатқан цифрлық трансформация туралы түсінікпен толықтыруды талап етеді. Қалдықтарды басқарудағы цифрлық технологиялар бұл қалдықтарды басқару жүйесінің тиімділігін, ашықтығын және экологиялық тұрақтылығын арттыру үшін автоматтандырылған жүйелерді, сенсорларды, ақпараттық платформаларды және басқа IT шешімдерін пайдалану. Бүкіл әлемде қалдықтарды жинаудың, сұрыптаудың және кәдеге жаратудың ақылды жүйелеріне көшу саланы дамытудың негізгі трендтерінің бірі ретінде танылды. Цифрландырудың қалдықтарды басқару мәселелерін шешуге қалай көмектесетінін, осындай технологияларды енгізудің халықаралық тәжірибесін, сондай-ақ Қазақстанда жүзеге асырылып жатқан және перспективалы жобаларға ерекше назар аударылады. Цифрланудың жаһандық үрдістері мен бағыттары. Қалдықтардың көбеюі және айнымалы экономикаға ұмтылу елдерді инновациялық шешімдерді іздеуге итермелейді. Цифрландыру бүгінде қалдықтарды басқару саласындағы жетекші әлемдік трендтердің біріне айналды. Бұл нақты уақыт режимінде автоматтандырылған қалдықтарды есепке алу мен бақылауды, жинауды, логистиканы және қайта өңдеуді басқару үшін сенсорлық желіні және аналитикалық платформаларды қолдануды қамтиды. Басқаша айтқанда, заманауи қалалар мен компаниялар қалдықтарды басқару тізбегінде әрбір буынды ауладағы контейнерлерден бастап қайта өңдеу зауытына дейін оңтайландыру үшін заттар интернеті, геолокация жүйелері, үлкен деректер және жасанды интеллект технологияларын енгізуде. Халықаралық тәжірибе цифрлық технологиялардың елеулі пайда әкелетінін көрсетіп отыр. Мысалы, бірқатар дамыған елдерде қалдықтарды есепке алудың ұлттық цифрлық жүйелері енгізілді. Олардың деректері мемлекеттер органдар мен бизнеске ғана емес, қарапайым азаматтарға да қолжетімді. Бұл қалдықтарды басқарудың ашықтығын арттырады және халықты бақылауға тартады. Әрбір адам қалдықтардың қанша жиналатынын, қайта өңделетінін немесе полигондарға жіберілетінін біле алады. Бұл қоғамдық бақылауды және бөлек жинауға қатысуды ынталандырады. Жалпы алғанда, жаһандық тенденцияларды цифрландырудың бірнеше негізгі бағыттарына дейін қысқартуға болады. Робототехника және AI көмегімен сұрыптауды автоматтандыру, тасымалдауды оңтайландыру үшін ақылды сенсорлар мен навигацияны енгізу, есепке алу және тарифтік шаралар үшін RFID чиптерін пайдалану, қалдықтарды қозғалысын бақылау үшін цифрлық платформалар мен тізімдерді құру және бұл деректерді шешім қабылдау үшін бірыңғай аналитикалық жүйелерге біріктіру. Қалдықтарды сұрыптаудағы роботтандыру және жасанды интеллект. Цифрлық технологиялар өзін танытқан алғашқы учаскелердің бірі қалдықтарды сұрыптау және қайта өңдеу болды. Дәстүрлі жүйеде сұрыптау операцияларының едәуір бөлігі қолмен орындалды. Бұл баяу және дәл емес. Енді оның орнына жасанды интеллект элементтері бар роботтанған кешендер келді. Мұндай жүйелер камералармен және датчиктермен жабдықталған. Олар машинаны көру алгоритмдерін қолдана отырып, конвейерлердегі әртүрлі материалдарды, пластмасса, қағаз, шыны, металл және тағы басқаларды таниды және манипуляторларды оларды сұрыптауға бағыттайды. Роботтандыру және AI функцияларды бөлудің
жоғары дәлдігіне қол жеткізуге мүмкіндік береді. Бұл қайталама шикізаттың сапасын арттырады және ластану үлесін азайтады. Мысалы, Германияда қазірдің өзінде қалдықтарды түрлері бойынша таза бөлуді қамтамасыз ететін компьютерлік көру және жасанды интеллекті бар сұрыптау қондырғылары белсенді түрде қолданылуда. Бұл өз кезегінде қайта өңдеуді экономикалық тұрғыдан тиімдірек етеді және қайта өңдеуге жарамсыз қалдықтардың көлемін азайтады. Сонымен қатар, автоматтандырылған сұрыптау желілері қалдықтардың көмегімен ұлғайта отырып, қол еңбегіне қарағанда әлдеқайда жылдам өңдейді. Әлемде роботтар тұрмыстық қалдықтарды ғана емес, сонымен қатар электрондық қалдықтарды, құрылыс қалдықтарын және тағы басқаларды сұрыптап, құнды компоненттерді бөліп көрсететін мысалдар бар. Әрине, толық роботтандыру инвестицияны қажет етеді, бірақ ол адами фактор мәселесін шешеді. Жұмысшылар өз үшін қауіпті азайтады және тұрақты сұрыптау сапасын қамтамасыз етеді. Жаһандық экологиялық трендтер аясында цифрлық триаж жалпы цифрлық мониторингтен кейінгі екінші негізгі бағыт болып табылады. Осылайша, сұрыптау кезеңіндегі жасанды интеллект пен механикаландыру үйлесімі бізді қалдықтарды қайта пайдалану үшін ресурстарды тиімді түрде қалпына келтіретін жабық циклге жақындатады. Қалдықтарды жинау мен тасымалдаудың ақылды жүйелері. Қалдықтарды жинау және тасымалдау кезінде революциялық өзгерістер орын алуда. Дәстүрлі жүйеде қоқыс таситын көліктер кесте бойынша жүреді. Көбінесе жартылай бос контейнерлерде ысыраппен қызмет көрсетеді, немесе керісінше толып жатқан контейнерлерді уақытында босатып үлгермейді. IoT технологиялары кәдімгі контейнерлерді ақылды контейнерлерге айналдыруға мүмкіндік береді. Датчиктермен жабдықталған мұндай контейнерлер нақты уақыт режимінде жинақталған қоқыс көлемі туралы ақпаратты жібереді. Осы мәліметтер негізінде жоюдың динамикалық кестесі құрылады. Қоқыс таситын көліктер қоқыс контейнерлері толуға жақын болған кезде қалдықтарды жинау туралы сигнал алады және тек техникалық қызмет көрсетуді қажет ететін пункттерді ескере отырып, оңтайлы маршрут жасайды. Толып кету сенсорлары арқылы жинау маршруттарын оңтайландыру қазірдің өзінде әлемнің көптеген қалаларында жүзеге асырылуда. Мысалы, ақш пен Еуропаның бірқатар қалалары контейнерге IoT сенсорларын орнатып, қоқыс таситын көліктердің рейстері мен жанармай құнын азайтты. Қажетсіз шығулардың азаюы көліктің шығындылары мен кептелістердің азаюын білдіреді. Сонымен бірге бір контейнер ұзақ уақыт бойы толып кетпейді. Сеулдегі және Оңтүстік Кореяның басқа қалаларында да сондай-ақ контейнерлердің датчиктер қолданылады. Бұл коммуналдық қызметтерге цистерналардың толуын онлайн режимде бақылауға және шығаруды жедел жоспарлауға мүмкіндік береді. Бұл әсіресе қоқыстардың жиналуын тез арада антисанитарияға әкелетін халық тығыз орналасқан аймақтарда маңызды. Нәтижесінде контейнерлердің цифрлық мониторингі қалдықтарды жинау тиімділігін арттырады, шығындарды азайтады және санитарлық жағдайды жақсартады. Айта кету керек, IoT сенсорлары тек қалалық тұрмыстық қалдықтарды ғана қолданылмайды, өнеркәсіптік және коммерциялық қалдықтарды кәдеге жарату процесінде қоқыс жәшіктерін, сұйық қалдықтарды сақтауға арналған резервуарларды және тағы басқаларын, сонымен қатар кейбір ақылды контейнерлер қосымша автоматтандыру жабдықталған, мысалы, қоқысты тығыздауға арналған кіріктірілген пресс немесе толып кету кезінде асуды блоктау механизмі операторға сигнал жіберу арқылы мұндай шешімдер қазірдің өзінде нарықта бар және біртіндеп таралуда. GPS навигация және көліктерді цифрлық бақылау. Ақылды контейнерлердің әлеуетін толық іске асыру үшін
көлік логистикасының да цифрлық жүйеге интеграциялануы қажет. Дәл осы жерде спутниктік навигация және соған байланысты флотты басқарудың бағдарламалық жасақтамасы сахнаға шығады. Қоқыс таситын көліктер GPS трекерлермен жабдықтау қазір қалдықтарды басқарудың озық жүйелерінде стандартқа айналуда. Қоқыс таситын көліктердің GPS мониторингінің нақты уақыт режимінде бірнеше артықшылықтары бар. Диспетчерлер әр машинаның орналасқан жерін көреді. Жағдай өзгерген кезде маршруттарды жедел реттей алады. Сонымен қатар рұқсат етілмеген қоқыс үйінділерін қоспағанда көліктің қалдықтарын лицензияланған қоқыс полигондарына немесе қайта өңдеу зауыттарына жеткізуін бақылайды. Халықаралық тәжірибе GPS навигациясы асықтықты арттыру құралы ретінде бұрыннан қалыптасқан. Мысалы, Европалық одақ пен ақш-тың бірқатар елдерінде тасымалдаушы компаниялар трекерлерді маршруттарды оңтайландыру үшін ғана емес, сонымен қатар алып кету кестесі мен жүру маршруттарының сақталуын бақылау үшін де орнатылады. Кез келген ауытқулар жүйеде тіркеледі. GPS бақылаудың іс жүзінде жүзеге асыруын Қазақстанның елордасы қазірдің өзінде көрсетіп отыр. Астанада 2024 жылдан бастап қатты тұрмыстық қалдықтардың жүйесін ауқымды цифрландыру жүзеге асырылуда. Әрбір қоқыс таситын көлік нақты уақыт режимінде қалдықтарды шығару бағыты, нақты уақытылы және көлемі туралы деректерді жіберетін GPS навигатормен жабдықталған. Осының арқасында бақылау енді маршрут бойынша ғана емес, әр контейнер алдында жеке-жеке жүзеге асырылады. Егер бұрын мердігерлер олқылықтар мен дәлсіздіктерді орын алу үшін мүмкін қағаз жүзінде алып кету туралы есептерді ұсынса, қазір бәрі түзетілуде автоматты түрде қалалық қызметтер қоқыстың қашан және қайдан шығарылатынын, қанша болғанын және қандай жолмен шығарылатынын нақты біледі. Сонымен қатар, заңсыз қоқыс тастайтын жерлерде бақылаудағы цифрлық технологиялардың рөлін ерекше атап өткен жөн. Көліктегі GPS-тен басқа бақылаудың басқа құралдары да қолданылады. Осылайша Қазақстанда 2019 жылдан бастап ғарыштық мониторинг жүргізіліп келеді. Спутниктің суреттерді талдау бүкіл ел бойынша мыңдаған рұқсат етілмеген қоқыс үйінділерін анықтауға мүмкіндік берді. Бұл мәліметтер оларды жою кестелерінің негізін құрады. Спутниктік бақылау мен қоқыс таситын көліктердің GPS бақылауының үйлесуі екі деңгейлі жүйені құрайды. Бір жағынан жаңа қоқыс үйінділерінің пайда болуына жол бермейді. Екінші жағынан қалдықтардың жиналуының ескі ұшақтары табылып жойылады. Мұндай мысал геодеректерге негізделген цифрлық технологияның бұрыннан келе жатқан экологиялық мәселені шешуге қалай көмектесетінін көрсетеді. Қорытындылай келе, қалдықтарды басқаруда инновациялық технологиялар мен цифрландыруды енгізу қазіргі заманның экологиялық, экономикалық және әлеуметтік талаптарына жауап беретін маңызды бағыт. Сандық мониторинг жүйелері, жасанды интеллект, ақылды қалдық жинау контейнерлері, блокчейн арқылы қадағалау және автоматтандырылған сұрыптау кешенді секілді шешімдер қалдықтарды өңдеу тиімділігін айтарлықтай арттырып, табиғатқа түсетін ауыртпалықты азайтады. Инновациялық тәсілдер қалдық көлемін қысқартуға, қайталанушы затты айналымға енгізуге, энергия мен ресурстарды үнемдеуге мүмкіндік береді. Ал цифрландыру барлық процесстердің ашықтығын қамтамасыз етіп, басқару сапасын жақсартады және экологиялық мәдениетті дамытуға жағдай жасайды. Осылайша, заманауи технологияларды қолдану қалдықтарды басқару жүйесін түбегейлі жаңғыртып, тұрақты дамуға бағытталған жасыл экономикаға көшудің негізгі тетіктерінің біріне айналады. Осымен курсымыз соңына жетті.
назарларыңызға рахмет.